Печінде пленкілеріне тазалап аламыз. Сосын соломка алып кесеміз. Турап алып, 2 мерный ложкамен тұз саламыз. Бұрыш. Үш қасық қаймақ. Қаймақ 15%. Әбден араластырамыз. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Табаны қыздырып, шемішек май құямыз. Кішкене табаның түбін жауып тұратындай. Қысып тұрған табаға саламыз. Жақсылап бір қайнатып аламыз да. Жай отқа 5 минутта пісіреміз. Бауыр дайын болғанша орташа жуаны алып, қалап турап дайындаймыз. Бауыр дайын болғаннан кейін бетіне саламыз.
Suyu kaynağından кейін жуан üstüne қосамыз. Араластырып, тағы 5 минутқа қоямыз. Беф строганымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Мінекей. Бефстроганов бауырдан жасалған бефстроганов. Қасына гарнирға рис немесе картошка қоссаңыз болады.